Жоқ уақыт жоқ ойланырға, армандар көп қойған ылға. Жоқ уақыт жоқ, жүрме босқа, ертеңді қой бүгін баста. Мен бастадым әдемір қақ, көрші қалқым ұнытыңда, ұнатса егер көңілің сұрап, қосылып сал әнді шулап. Сұрасаң бұл қандай әуен, бұл қазақша блюз. Жоқ уақыт жоқ, бізді күтер бір мезетте өмір өтер. Шұғыл жаңалықтар. Метеорологтардың айтуы бойынша жерге метеорит ұшып келе жатыр. Өкінішке орай, заманауи әдіспен метеоритті жою мүмкін емес. Болжам бойынша оның құлайтын жері Атлантикалық мұхиты. Барлық елдік үкіметі өз халқына ресми хабарлама жасады. Қазір анығы бір метеориттің соққысы жақын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Сізді соңғы жаңалықтармен хабардар етеміз. Сонда не? Біз ешқашан ата-анамызды көрмейміз бе? Осылай жалғыздықта өле береміз бе? Жоқ достар, мен жалғыздықта өлгім келмейді. Түсінесіздер ме, мен әлі жаспын. Жоқ. Қыздар балдар, ол ойламаңдаршы. Біз жалғыздықта болмаймыз, біз біргеміз. Қанша қиыншылық болса да әрқашан біріміз үшін тұрамыз. Бұл дегеніміз көп нәрсені білдіреді. Асмаға бізге не болады? Бізді бір жерге алып кете ма? Етін не істейміз? Білмеймін балалар. Қорқынышты. Енді не болатынын білмеймін. Ешкім де білмейді. Мен соңғы күнімді бұл қабырғаларда қарсы алғым келмейді. Бұдан басқа ештеңе есімде жоқ. Біз қайда барамыз енді? Баратын жер жоқ. Бізді ешкім де ешқайда күтіп жатқан жоқ. Бізді тек соңғы кезде ғана еске алады. Асма, сіз бір минутқа бола ма? Қазір болам. Қазір келем, е? Қалай ойлайсыңдар? Қалай болады? Жарылыс бола ма? Немесе жер сілкінісі бірінші жояды ма бәрін? Осыған дейін бұндайды ешкім көрмеген.
ешкім білмейді. Егер де ата-аналарымыз кетсе, мен де олармен бірге кетемін. Мен бұл жерде еш нәрсе ұстап тұра алмаймын. Қайда бармақсың? Мен Никитамен келісемін. Бұл жерде қалмаймын. Мен Никитамен бірге барамын. Не айтып тұрсыңдар? Не деп тұрсыңдар? Отырыңдар. Қасым ағадан ят болады. Жоқ, Саня, біз осы жерде қалдырады деп ойлайсың ба? Мен бұл жерде қалғым келмейді. Тек бұл жерде емес. Не айтып тұрсақ жандар? Қызық. Не туралы сөйлесіп жатыр екен? Тәрбиешілер бізді қалай тастап кету туралы шешіп жатқан шығар. Ешкім жоқ. Барлық тәрбиешілер кетіп қалған. Біз жалғыз қалдық. Олар бізді осында тастап кетті. Басқар сияқты біздің де ешкімге қажетіміз жоқ. Ешкім сенбей отыр. Жер бетінде сүрдік және бәрі бітті. Біреу болса да қалу керек. Бұлай бұл мүмкін емес. Жоқ, Мереке. Радиода айту бойынша барлық тіршілік жойылады. Бұл дегеніміз ғаламшар өмір сүруін тоқтатады. Барлық адамдар, жануарлар, өсімдіктер мен жәндіктер өмір сүру тоқтатылады. Жоқ. Барлығы жойылады. Әлі сен алмай отырмын. Ғаламшар өзі қалу мүмкін. Және дағы тіршілік қайтадан жалғасады. Бірақ бізсіз. Қасым ағай, сіз келмегенсіз бе? Қасым ағай, бізді барлығы тастап кетті деп ойладым. Ғимараттың барлығы Мен еш қайда да кетпеймін. Сендерді тастамаймын. Дүкенге барып келдім. Шай ішесіңдер ғой? Шайға тәттілер алып келдім мен. Мен бұл жерде қалмаймын. Кешке кетемін. Кім менімен? Мен сенімен. Бірақ қайда барамыз? Әлде сенің бір жоспарың бар ма? Айтшы. Бұл жерден жақсы, әрі шырайлы қарсы алатын жерге барамыз деп шештік. Бұдан басқа қай жер жақсы қарсы алады? Ешқайда барудың қажеті жоқ. Сендер осында қалуларың керек. Иә, достар. Сырт жақтағы өмір қатал. Қайда барсаңдар да. Өмір барлық жерде қатал. Және осы жерде де. Соңғы күндерімді көңілді өткізім келеді. Мүмкін бір мега орталықта болмаса, соңғы жерге барармыз. Достар, сендер қателік жасап жатсыңдар. Қасым ағай біз үшін қалды. Ол өзі үшін қалды. Оның баратын жері жоқ, отбасысы жоқ. Ол жалғыз. Біз тастап кетуге ол ұялады. Екінші Никита, я ол жалғыз. Дегенмен соңғы күндерін бізбен бірге өткізбейік. Мен Никитамен келісемін. Біз оны айыптамаймыз. Жай бұл жерде қалғанымыз ол ақымақтық. Қайда барсаң да сенімен бірге барамын. Бізге келгенде ешкімнің шаруасы жоқ. Сендер бізді біреу ренжітеді деп қорқасыңдар ма? Біз кімге керекпіз? Біз кімге керекпіз, әсіресе қазір? Біз өмір бойы қоғамнан алыспыз. Барлығы тастап кетілген. Біз неден қорқамыз? Бізге екі күн ғана қалды, бәрімізге. Егер қалғыларың келсе қалыңдар. Бірақ бізді тоқтатпаңдар. Бізге кетуге мүмкіндік беріңдер. Біз осыны қалаймыз. Мейлі, өздерің біліңдер. Бұл сендердің шешімдерің. Тек Қасым ағайға айтпаңдар. Бұл хабар ағайға ауыр тиеді. Оған айтатын ойым жоқ.
Айтсақ та ол бәрібір жүрмейді. Сендер бізбен бірге барғыларың келмей ме? Шынымен сенімдісіңдер ме? 100%-ға. Не себеп екен сұрамаңдар. Жеткізу қиын. Біз қаламыз. Біз қарызбыз. Және біз соны қалаймыз. Біздің үшін емес. Ағай үшін. Біз оған сияқты, ол да бізге мұқтаж. Ендеше сендерге сәттілік тілейміз. Сендер нағыз керемет дос болдыңдар. Егер ол жақта бір нәрсе болса, сол жақта кездесерміз. Кім біледі? Баға, неге маған айтпадыңдар? Неге? Мен оларды тоқтатушы едім ғой. Сол үшін айтпадық Қасым ағай. Солардың кететін білгеніңізде еш жаққа жібермес едіңіз. Олар айтпасын деп өтінген. Кешіріңіз. Қасым аға, олар сіз тоқтатып бәрібірде ешқайда жүрмейтініңізді білді. Ағай, олар солай шешті. Меніңше жалпы апат алдында бұл олардың құқығы деп ойлаймын. Сендерші неге кетпедіңдер? Бізде баратын жер жоқ. Бұл біздің үйіміз. Осында қаламыз. Сол қорқыныш сәтте бірге боламыз. Сол емес пе? Ағай, сіз мүлдем жалғызсыз. Осы уақытқа шейін бізге қамқор болып еттіңіз. Осындай қиын сәтте біз жалғыз өзіңізді қалдырғымыз келмеді. Неге сендер тастамайды? Шай ішесіңдер ме? Шай ішейік. Көшеде мүлдем ешкім жоқ шығар. Телевизорда істемейді. Адамдарсыз бос қаланы елестету қорқыныштырақ. Меніңше барлық адамдар көшіп кетті. Немесе үйлерінде тығылып отыр. Талғат нешеге жоқ. Барлық станциялар тыныш, ешкім сөйлемейтін сияқты. Тек көл. Қасым аға, сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Иә, әрине, Тамерлан. Қоя ғой сұрағымды. Қасым аға, осы сіз не үшін үйленген жоқсыз? Үйленіп, не үшін мына бізді асырап алған жоқсыз, Қасым аға? Қайтесің ата-ананы? Олар бәрібір сені тастап кетеді. Арманау, не деп тұрсың? Ата-ананың қадірін білмейсің ба? Сен білесің ба? Ал сен білесің ба? Ал мен білемін. Ол сен білмейтін. Сен ата-ананың кім екенін білмейсің. Себебі сенде ата-ана болған жоқ. Не деп тұрсың, Арман? Не деп тұрсың, Арман? Неғып олай айтасың? Сен не деп тұрсың? Арман, темірдан қойдар болды. Сен ата-ананың қандай болатынын білмейсің. Метеорит құлайды. Болжам бойынша жергілікті уақытпен сағат 9-ақ болады. Ғалымдардың айту бойынша ешқандай бункерлер қару мүмкін емес. Соққының толқыны жер қыртысының жоғарғы 40 километріне дейін барады. Қасым аға, анда екі қыз. Көшеде екі қыз, Қасым аға. Қарындарын ашты ма? Ше қойыңдар. Біз қалып қойдық. Адасып кеттік.
Онда біздің ата-анамыз болған және біздің топ. Біз оларды көз алдымыздан жоғалтып алдық та енді қайда кеткенін білмейміз. Үйде неге қалмадыңдар? Әкем мағынасы жоқ деді. Ол бізді бір танысқа қарай апара жатқан. Мұнда баспана бар. Ертең таңертең бізді күту керек еді. Жаяу ма? Көлікпен неге бармадыңдар? Қалада сұмдық хаос басталды. Тонаушылар және әртүрлілер. Қысқасы, біздің көлігімізді ұрлап әкетті. Сосын біз 20 адамдай жиналдық. Қаланың сыртымен жарты күн жаяу жүреміз деп шештік. Біз Карина екеуміз тек 5 минутқа ғана қалып қойғанбыз және адасып кеттік. Қайда баратынымызды білмейміз, маған қорқынышты. Мен анама барғым келеді. Мен бұл жерде болғым келмейді. Ата-анама барғым келеді. Уайымдама. Бәрі жақсы. Біз алысқа кеткен жоқпыз. Егер бізді іздеп келсе, осы маңайға келер деп шештік. Мұнда тіпті телефон да жұмыс істемейді. Әкем бізді ешқашан және еш нәрсе үшін тастамайтынын айтқан. Ол міндетті түрде біздің соңымыздан келеді. Ол келеді, уәде берген. Иә, уайымдама. Ол міндетті түрде келеді. Міндетті түрде келеді. Мен саған уәде беремін. Жақсы ма? Карина! Әке! Қыздарым. Осында екенсіңдер ғой. Әке, кешір, біз адасып кеттік. Оларға қараған сіздерге рахмет. Бізден бірге жүріңіздер. Қайда? Қыздар, астына барып мені күтіңдер машинада. Мен қазір келем, жақсы ма? Қазір келем. Қалай сонда? Радиода ешқандай баспаны құтқара алмайды деді. Соққының толқыны жер қыртысының жоғарғы қабатының жарты километрге дейін барады. Мен білем. Біз құтқара алмайтынымызды. Бірақ мен бұлай берілгім келмейді. Екі қызым үшін. Олар осыған сенсе екен деймін. Біздің қолымыздан ештеңе келмейтінін. Біз қаламыз, біз қарызбыз. Және біз басқа балалармен кеткен жоқпыз. Бұл біздің емес. Иә, шақырған үшін рахмет. Сақ болыңыздар. Алайда біз осында қаламыз. Иә, біз бірге қаламыз. Жақсы. Сақ болыңыздар. Жақсы. Аман болыңыздар. Күнделікті таңғы тыныштық және аспан. Ештеңке болмай жатқан сияқты. Бір түрлі. Түн тырыс. Тек бірең саран көліктер болмаса, адамдардан ниеттерін дауыстар естілмейді. Бүкіл әлемде жалғыз қалған сияқтымыз. Жерде бізден басқа ешкім жоқ секілді. Жануарлар қауіпті сезеді. Олар тығылып қалған. Енді күтіп отыр. Адамдар да солай шығар. Біз де жануарлармыз. Соңғы серуен. Бұдан кейін болмайды. Бұған сене алар емеспін. Қазір ауаны басқаша сезініп тұрмын. Ол тарлықтай басқа және ағаштар әдемі сияқты. Мен бұл туралы кітаптан оқығанмын. Бұл адамның табиғатқа құштарлығы. Біз қазір жойылу алдындамыз. Бізге суда тәттірек, аспанда көкшіл, күнде жарық болып көрінеді. Соңғы күндер қандай болатынын білмеппін. Осы күндері сендер қастарымда болғандарыңа мен өте қуаныштымын. Бірге соңғы рет шығып жатырмыз. Метеорит жердің атмосферасына кірді. 5 минуттан кейін жер
мен соқтығысады. Соққының толқыны және жарығы біздің ауданға 10 минутта жетеді. Мен сіздерге батыл болуды тілеймін. Және адамдардың соңғы минутында бір-біріңізге деген махаббатыңызды көрсетіңіздер. Соңғы жардарыңызға сыйлаңыздар. Осы өмірде адамзат қатарында болғаныма қуанамын. Бізге жаратушы көмектессін. 5 минут қалды. Мен қорқыныштан және шарасыздықтан дірілдеп отырмын. Неге бәрі бұлай? Тамерлан, есіңде ме? Сен менен сұрап едің. Неге мен үйленген жоқпын? Неге мен сендерді асырап алмадым? Менің бір қызым болды. Екеуміз бір-бірімізді сүйдік. Екеуміз өте бақытты болдық. Үйленеміз деп шештік. Bir күні мен дәрігерге бардым. Дәрігер маған сен әке бола алмайсың деді. Содан соң мен сол қыздың тағдырын байлағым келген жоқ. Ана бақытынан айырғым келген жоқ. Сосын мен осында келдім. Сендерді көрдім. Сендерді жақсы көріп кеттім. Өзімнің әкелік махаббатымды сендерге шашқым келді. Сендерге бердім. Мен сендерді жақсы көрем. Мен сендермен ең бақытты әке болдым. Сендерді жақсы көрем. Ата-анамның жүзін, анамның ыстық махаббатын көрсем екен деп армандадым. Қасым аға, сіздің менің әкеммен айырмашылығын білесіз бе? Олардың жай ғана мені тумағаны болмаса, өз ата-аналық міндеттерімен қашты. Мен ата-анамнан көре алмаған махаббатты сізден көрдім, Қасым аға. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Сендер менің бауырларымдай болыңдар. Қиын қыстау сәтте сендерге арқа сүйедім. Осындай қорқынышты кезде сендермен бірге болғаныма қуанамын. Ал мені 5 жасымда тастап кетті. 9 жыл бойы келген жоқ. Үлкендерді көрсем, жаным ұстайды. Мен ата-анамды жек көремін. Мені неге тастап кетті? Менің не кінәм бар? Осыдан 5 жыл бұрын әке-шешеммен бірге жолға шығу керек болды. Алайда қырсық мінезім кесірінен қалып қойдым. Біраз уақыттан кейін ата-анам және 2 інім жол апатына түсті деген хабар келді. Ата-анамды көре тұра, ерімін сезіне тұра бағаламағама жүрегім қаншиды. Арман, Темірлан, сендерге қарап мен 2 інімді еске аламын. Ал сіз Қасым аға, мен үшін әкедей болып кеттіңіз. Сіздерге көп-көп рахмет.
Барша адамдардың басын қосқан бұл әлем біздің мекеніміз. Не болса да Аллахтың үкімі. Көнуіміз керек. Балаларым менің.